Бүгінгі бейне сабақ қазақ тіл пәні бойынша. Бейне сабақты жүргізетін мен Құттымұратова Балсия. Сабақтың тақырыбы атау септігі. Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйіміз қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Тамаша. Егерде көңіл күйлерің көтеріңкі болса, 2 рет шапалақ ұрыңдар. Егерде көңіл күйлерің нашар болса, онда 1 рет шапалақ ұрыңдар. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді сабағымызды мына өлең шумақтармен бастайық. Шырылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Жақсы білім алуға алға қадам бастаймыз. Оң жақтағы көршіге, сол жақтағы көршіге қайырлы таң дейміз. Содан кейін баршаға сәттілік біз тілейміз. Тамаша, жарайсыңдар. Өткен сабақта үйге мен сендерге 17-ші беттегі 30-шы жаттауды берген болатынмын. Барлығымыз орындап келдік пе? Тамаша, дәптерлерімізді ашып қоямыз, мен тексеріп шығамын. Жарайсыңдар оқушылар. Балалар, біз қазір сұрақты жаңбыратты әдісті қолданамыз. Яғни мен сендерге өткен тақырып бойынша сұрақтар қоямын, соған жауап бересіңдер. Морфология дегеніміз не? Сөз таптарын ата. Морфологиялық талдау қалай жүргізіледі? Зат есім дегеніміз не? Зат есімнің сұрақтары қандай? Септіктің неше түрі бар? Оларды ата. Жарайсыңдар оқушылар, сол 7 септіктің алғашқысы атау септігімен бүгін танысатын боламыз. Тақтаға назар аударыңдар. Септігіндегі сөздер кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, оқушы, табиғат, балалар, құстар. Атау септігіндегі сөздер сөйлемде бастауыш қызметін атқарады. Дұрыс айтасың. Мысалы, боран соққан кезде ештеңе көрінбей кетеді сөйлемінен атау септігіндегі зат есімді тауып көрші. Бұл сөйлемде боран сөзі атау септігінде тұр. Не деген сұраққа жауап береді. Берілген сөйлемде ол бастауыш қызметін атқарып тұр. Дұрыс, жарайсың Дана. Сонымен, бұл бейнебаян не туралы екен? Дұрыс айтасыңдар, атау септігі жайында. Бейнебаянны не түсіндіңдер? Атау септігінің сұрақтары қандай? Атау септігінде сөздер сөйлемде ненің қызметін атқарады? Жарайсыңдар, сонымен есте сақтаңдар. Атау септігі кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Атау септігінде сөздер сөйлемде негізінен бастауыш болып келеді. Ал енді тапсырма орындауға көшейік. 31-ші жаттығуға назар аударыңдар. Мәтінді оқы. Бізге мәтінді Айна оқып береді. Жарайсың Айна, рахмет. Ал енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Қар көшкіні деген не? Қыс мезгілінде тауға шықсаң, нені білу керек? Қар көшкіні болатын ең қауіпті кезең қай кезде? Қар көшкіні болған жағдайда не істеу керек? Сен альпинист болсаң, тауға өзіңмен бірге қандай құралдар алар едің? Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Ал енді мәтіндегі алғашқы сөйлемді көшіріп жазып, бастауыш пен баяндауыштың астын сызып қойыңдар. Тамаша, жарайсыңдар. Бастауыш қай септікте тұрғанын айтып көріңдерші. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі жаттығуға көшейік. 32-ші жаттығуға назарымызды аударайық. Өлеңді көшіріп жазамыз. Оқушылар, өлеңнен атау септігінде тұрған зат есімді тауып көрейікші. Дұрыс, өзен, мұз, арна, сең сөздері атау септігінде тұрған зат есімдер. Олар сөйлемде қандай мүше болып тұр? Жарайсыңдар. Келесі 33-ші жаттығу. Тақтадағы сөздер бастауыш болатындай етіп, әр қайсысына сөйлем құрайсыңдар. Балалар, ал енді құраған сөйлемдеріндегі мына сөздер бастауыш екендігін дәлелдеңдерші. Ол үшін сұрақ қою арқылы табамыз. Құраған сөйлемдерінде мына сөздер қай септікте тұр? Не себепті атау септігінде?
дұрыс айтасыңдар, себебі атау септігіндегі зат есімдер бастауыш болып келеді. Тамаша. Ал енді бойымызды сергітіп алайық. Тақтаға назар аударыңдар. Бақа-бақа балпақ, басы неге жалпақ, темір тепе көп киіп, басым содан жалпақ, темір тепе көп киіп, басым содан жалпақ. Бақа-бақа балпақ, көзі неге тостақ, қырдан алыс көп қарап, көзім содан тостақ, қырдан алыс көп қарап, көзім содан тостақ. Бақа-бақа балпақ, бұтым неге талтақ, көп отырдым ерініп, бұтым содан талтақ, көп отырдым ерініп, бұтым содан талтақ. Келесі тапсырма әке дос сөздері сөйлемде бастауыш болатындай екі сөйлем құрайсыңдар. Енді өз жұмыстарыңның дұрыстығын тақтада тұрған кестені пайдалана отырып дәлелдеңдер. Жарайсыңдар. Оқушылар, мен қазір сендерге боялмаған көбелек күлегештерін таратып беремін. Көбелектің оң қанатына бүгінгі сабақта саған не ұнады, не үйрендің, соны жазасың. Ал көбелектің сол қанатына бүгінгі сабақта саған не ұнамады, не көңіліңнен шықпады, соны жазасыңдар. Ал көбелектің ортасына келесі сабаққа ұсыныс, тілек жазасыңдар. Тамаша, жарайсыңдар, рахмет. Ал енді көбелекті бояймыз. Бүгінгі сабақ сендерге ұнаған болса, көбелекті жасыл түске, ал егерде сабақ ортаншы деңгейде өткен болса, сары, ал сендерге сабақ мүлде ұнамаған болса, көбелекті қызыл түске бояйсыңдар. Тамаша, жарайсыңдар. Үйге тапсырма 19 беттегі 35 жаттығуды орындап келесіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.